Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта Арқалық қаласы спорт мектебінің бокстан жаттықтырушы Марат Ағыбай Маратұлы. Алейкум ассалам. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Өзіңізді жалпылай таныстырып жіберсеңіз. Мен Марат Ағыбай Маратұлы. 2000 жылы дүниеге келгем. Осы Арқалық қаласы Жангелдин ауданы Ақшанақ ауылының тумасымын. 2006 жылдан бастап осы Арқалық қаласы номер 4 орта мектебінде білім алып, 2017 жылы оқуды аяқтап, одан кейін Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты, қазір университет атанған, сол университетте оқуымды тәмамдадым. Одан кейінгі еңбек жолым осы Арқалық балалар жасөспірімдер спорт мектебінде жалғастырдым. Бапкер болды. Бапкерлік. Ең алғашқы осы жердегі бапкеріңіз кім болды? Ең алғашқы менің бапкерім, қазірде бапкерім Сейтмағамбетов Марат ағайымыз. Осы Қайрат спорт комплексінде дайындалып, осы жерде қазір бапкер болып отырсыз, Иә. Спортқа қалай келдіңіз? Жалпы бұл бокс спортына келуім бірден бір себебі менің досым Мұхаммедуали Жандос, қазіргі таңда осы Арқалық қаласында Али бокс клубының жаттықтырушысы болып сода қызмет атқарып жүр өзі. Сол досым кішкентай кезімізде 10 жасында қателеспесем бокспен айналысып жүрді. Жақсы нәтижелер көрсетті. Спорт шеберіне үміткер атанды. Көптеген республикалық жарыстардың жүлдегері мен жеңімпазы болды. Сол досым ертіп алып келді осы спортқа. Сол досыма еріп, қызығушылықпен арман қуып, соның арқасында осы боксқа келдік. Спорттағы жетістіктеріңізді айтып өтсеңіз. Спортта енді осыған дейін мен боксқа келетін болсақ, өзіміз 10 жасымнан бастап осы Марат ағайымыздың қарамағында спортпен айналысып, облыстық, республикалық жарыстарда топ жардық. Одан бөлек мектеп қабырғасында жүріп, шаңғымен айналыстым, жеңіл атлетика, жүгіріспен айналысып, облыстық, қалалық жарыстардың жүлдегері мен жеңімпазы атандым. Одан бөлек осы бокстың үлкен бізге берген жемісі әскер қатарында отан алдында борышымызды өтеп жүріп, жаңа қоян қолтық ұрыстан өзіміздің бригада жеңімпазы болып, одан да жаңа чемпионат қазақстандарға қатыстым. Одан бөлек боевой самбо деген жаңа жауынгерлік самбодан да әскер қатарында жүріп, чемпионат қазақстандарға қатысып, жүлделі орын алғам. Сол барлық Бокстың арқасы. Бокстың арқасы тек қана бір спортпен тоқтап қалмау керек, жан-жақты болу керек. Жаттықтырушылық қызметке келуіңізге не себеп болды? Жаттықтырушылық қызметке келуімнің бірден бір себебі балалық арман. Үлкен адам болу үшін ғаламда үлкен арман керек адамға дейді ғой. Сондықтан сол арман қуып, өзіміз спортпен айналысып жүргенде ағайымызға қарап жаттықтырушы боламыз деген арманымыз бар да. Содан арман қуып осы Арқалық Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институтын тәмамдап, 2021 жылы. Сол 21 жылы осы өзіміз оқып кеткен Арқалық балалар жасөспірімдер спорт мектебіне жұмысқа шақырды. Тамыз айынан бастап оқуды маусым айында аяқтасам, тамыз айынан бастап жұмысқа шығуымды өттім. Содан бастап жұмысымыз басталды 2021 жылы тамыз айынан бастап. 5 жылдың жүзі болды дейсіз. Енді 4 айдай істедім ең басында. Одан кейін әскерге шақырып, әскер қатарына кеттім. 1 жыл әскерде болып, одан келгесін қаңтар айынан бастап қайтадан жұмысымды жалғастырдым. Енді жалпы есепке алатын болсақ, бізде қазір 3 жыл болып тұр. Арқалық қаласында бокстың дамуы қалай деп ойлайсыз? Енді Аллаға шүкір, Арқалық қаласында бокстың дамуы өте жоғарғы деңгейде. Жас спортшыларымыз, дарынды спортшыларымыз көп. Торғай жерінің табиғатынан, осындай
дарынды спортшыларымыз бар, шүкір. Еңбекті ақтап отқан, бабымен дағы қатар шауып отқан. Оны атын атап түсін түстейтін болсақ, бізде өте көп. Шүкір, қазір таңда облыс деңгейінде арқалық десе, кәдімгідей қорқыныш бойларына келеді. Себебі біздің боксымыз өте жақсы деңгейде, бокс мектебіміз жақсы дамыған. Жас спортшылармен жұмыс жасауда қандай қағидаларды қолданасыз? Негізгі жас спортшылармен жұмыс жасау барысында ең бастысы біздің талап ететініміз спортта ол тәртіп және тазалық, одан кейін тұрақтылық. Адам спорт таңдағасын, сол спорттың тұрақты айналысу қажет. Ол спорттың жаңағы өз спорттың айтқанда үйдің фундаменті болады ғой, сол сияқты ол спорттың да өзінің іргетасы болады, соны дұрыстап қалап, әрмен қарай оны жалғастыру қажет. Әр баланың қабілетін ашуда қандай әдістер қолданасыздар? Әр баланың қабілетін ашуда біз айтамыз ғой, былай мүсіншілер әрбір материалдардан мүсін жасайды деп. Сол сияқты бұл жаттықтырушы да үлкен мүсінші сияқты. Алдына келген баланың біреуінің бойы қысқа, біреуі жылдам, біреуі жылдамдығы баяу, бірақ қорқақ болмауы мүмкін. Біреуі дене мүсіні ірі болса да қорқақ болуы мүмкін. Солардың әр қабілетіне қарап, оның плюс жақтарымен емес, оның минус жақтарымен жұмыс жасаймыз. Яғни қорқақ балаларды, мысалы, оларға үйретіп, асықпай, қалай өзіне деген сенімділіктерін арттыру қажет. Өзіне деген сенімділігі артқан жағдайда ол өзіне сеніп, өзіне берілген жаңа қабілетімен жұмыс жасай алады. Сондай жұмыстар атқарамыз. Көбіне қысқа балалар келеді кейде боксқа. Ол балалардың енді бокста көбіне ұзын балалардың жақсы ғой негізі, данные. Қолдары, аяқтары ұзын болса боксқа. Бірақ қысқа балалар келеді, мысалы, жылдамдықтары жақсы. Олардың мысалы орта қашықтықта бокстастырып үйретеміз. Өздеріне әртүрлі стильде бокстасу әдістерін үйретеміз. Барлығына бірдей емес, кімде қандай қабілет бар, қабілеттерін ұштаймыз. Шәкірттеріңіздің ең үлкен жетістіктері қандай? Аллаға шүкір, қазір таңда осы еңбегіміздің арқасында бұл спорт деген өзі тек қана таза адал еңбекті талап етеді. Басқа жұмыстар сияқты емес, бір жерден бір көрініп, қайт жерден пайда табам дейтіндей жол емес. Сондықтан жерге келетін болсақ, шүкір, осы соңғы жетістіктерге келетін болсақ, Болат Тайыр деген оқушым 2012 жылы туылған. Талдықорған қаласында қараша айында өткен солтүстік шығыс Қазақстан Республикасының аймақтық чемпионатында жүлделі 2-ші орынға ие болды. Ол былай айтқанда екінші Қазақстанның алдындағы Қазақстан іріктеуі ғой. Солтүстік аймақ пен шығыс Қазақстанның жалпы бұл жерге бір қала мен 9 облыс қатысты. Одан кейін ол баланың Қостанай қаласында өткен желтоқсан айында республикалық турнирде жеңімпаз атанып, үздік боксшы атанды. 2011-2012 жылы туылған спортшылар арасында Тажмакенді еске алуға арналған республикалық турнирде. Одан да бөлек спортшыларымыз көп, жақсы нәтижеге жетіп жүрген. Бірақ әзірше осылардың алдыңғы тобы болып тұрған осы бала. Керемет жетістік. Жарыс алдында спортшыларды психологиялық қалай дайындайсыз? Жарыс алдында, яғни рингке шығар алдында, одан бөлек жарысқа барар алдында дайындықтарда спортшылардың жағдайын сұрап, одан бөлек олардың психологиялық тұрғыда өз-өзіне сенімді екен, ол қарсыластан қарағанда өзінің мықты екендігін, ол қарсыластан қарағанда оның осыған дейін
қаншама еңбек еттің, сол еңбегіңнің жемісін көру енді өз қолыңда тұр. Бұл жерде өзіңнен басқа ешкім саған көмектесе алмайтындығына, барлық нәрсе өз қолында тұрғандығына сендіреміз. Одан бөлек ода барлығы жақсы болатындығына, ешқандай қиындықтың болмайтындығына барынша жұмыс жасаймыз. Бокс баланың мінез құлқына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Бұл бокс спорты балалардың мінез құлқына өте өзіндік жақсы әсер етеді. Спорт деген ең бастысы олардың мінез құлқын сабырлы болуына, одан кейін сезімтал болуына. Бокс деген үлкен чувствоны талап етеді ғой. Әр соққы өзіне келе жатқандығын, одан бөлек бұл баланың мінез құлқында жылдам жүруіне, аяқтарының ширақ қозғалуына, шыдамды болуына. Себебі бұл жерде 3 раундтан тұрады ғой біздің әуесқой бокс. Сондықтан әр раунд сайын өзінің шыдамдылығын көрсетіп, бала алдыға деген жеңісін көрсету керек. Көптеген балалардың айтқанда өмірде сынып қалмауына, әрбір қиыншылыққа өзінше шыдап, одан кейін демалыс барлығын білдіруге үлкен әсерін етеді. Өйткені әр раундтан кейін балаларға демалыс беріліп отырады. Сондықтан мен өз басым солай ойлаймын. Мінез құлқына бокс спорты жақсы әсерін береді. Бокстағы соққы бөлек, өмірдің соққысы бөлек, соған дайындаймыз дейсіздер. Иә, әрине. Былай айтқанда балалардың сен әрбір соққыға бокста дайындалып, қарап барып соққы ұрмасаң, ойланбасаң, текке соққылар алып қаласың. Сол сияқты өмірде де әрбір қадамды ойласып істемесең, сенде болмашы жерден бір аяқ асты құбылыстар болуы мүмкін сенің өмірінде. Сондықтан балаларға сондай мысалдар келтіреміз ғой. Егер сен ұрмасаң, сен ұрады деген бар. Сондықтан бала да солай өмірде өзі қозғалып, ынта жасамаса, оған ешкім көмектесе алмайды. Бұл жерде айтқымыз келетіні. Спортшы үшін тәртіп пен жауапкершіліктің маңызы қандай? Спортшы үшін тәртіп пен жауапкершіліктің маңызы өте зор. Себебі ол спортшы өзінің тәртібін тұрақты ұстамаса, жауапкершілігін сезінбесе, ода ешқандай жетістік болмайды. Себебі өзге балалардан қарағанда өзін ол бала былай айтқанда тәртіппен, жауапкершілікпен сезініп, басқа балалар сияқты уақытында дайындыққа келмей, басқа жақтарда ойнап, қыдырып жүрсе, ода ешқандай нәтиже болмайды. Сондықтан ол өзіне деген жауапкершілікті сезініп, өзінің арманын, мақсатын орындалуына жаңағындай жауапкершілік танытып, тәртіпті түрде жүрсе, ол баладан үлкен үміт күтуге болады. Ал егер тәртіп пен жауапкершілікті сезінбеген бала әшейіннен әшейін келіп жүрсе, ол спорт оған ешқандай көмегін бере алмайды. Жаттықтырушы ретінде кездесетін қиындықтар қандай? Жаттықтырушы болғасын қиындықтар кездесетін өте көп. Оған айта кететін болсақ, жаңағы жұмыс барысында документация қиындықтар. Біз балаларды тек қана дайындап қана қоймай, олардың жеке документтерімен жұмыс жасаймыз. Құжаттарын сол қиындық туғызады. Одан бөлек кейде ата-аналар тарапынан қиындықтар болады. Мысалы, жарыстар алдында іріктеу жасаймыз. Ол спорт болғасын тек қана кіл мықтыдан бір мықтыны анықтау керек. Сондықтан сондай қиындықтар болады. Неге менің балам бармайды деген сияқты. Одан бөлек қиындықтар, қаржылай қиындықтар ғой. Кейде жарыстарға толыққанды ақшалар бөлінбейді. Бөлінген жағдайда аз бөлінеді деген сияқты. Сондайларды ескере кетсек. Спортшы үшін ата-ананың спорттағы рөлі қандай деп ойлайсыз? Спортшы үшін ата-ананың рөлі өте жоғары.
деп санаймын өз басым. Себебі әрбір балаға үйінен қолдау білдірсе, балам, сен чемпион боласың, біз саған сенеміз, сен қаншама еңбектеніп жүрсің, біздің сенімді ақта деген талаптар қойылса үйден, немесе біздің осы қаншама саған мысалы құрал жабдықтарын алып беріп жатыр, осының өтеуін сен жарыстарда чемпион болу керексің деген талаптар қойылса үйдің тарапынан, ата-ананың қолдауын білдіріп балаға деген, баланың сенімділігі артып, жеңіске деген құлшынысы, оның алдағы өмірге деген талпынысы өте зор болатын еді. Жалпы спортта ата-ананың қолдауы Өте маңызды дейсіз. өте маңызды, 100%. Себебі бұл жерде бала, спорттағы бала шаршы алаңға шықпас бұрын, және екі-ақ адамнан, былай айтқанда қазіргі таңда внимание дейміз ғой, өзіне бөлу, ата-анасынан және өзінің жеке бапкерінен ғана сұрайды, ал басқа адамдардан қолдау күтпейді олар. Себебі ең жақындары солар. Сол жақын адамдары қолдау білдірсе, ол балалар тас қопарады. Спорт мектебіндегі материалдық және техникалық жабдықтар жеткілікті ме? Аллаға шүкір, біздің Арқалық қалалық балалар жасөспірімдер спорт мектебін біз өте қолайлы жаттығу жасауға, өздеріңіз көріп отқандай, осы міне біздің бокс залымыз өте кең, талапқа сай, бүкіл жабдықталмен жасалған, ешқандай кінәраттар жоқ айтуға. Тек балаларға айтатынымыз, осы көрермендерге, ата-аналарға, балаларға осындай жасалған жағдайды біз дұрыс пайдалансақ, балалар осындай тегін жерлерге көп келсе, бізде барлық жағдай жасалған, тренировкадан кейін душта қарастырылған, мысалы жақсы нәтиже көрсеткен балаларға қаржылай, мысалы жарыстарға тегін апарамыз. Тек балалардан, ата-аналардан сұрайтынымыз, уақытылы дайындық жасап, келіп еңбектеніп, осы жерге маңдай терін төксе жеткілікті. Біз олардан басқа еш нәрсе талап етпейміз. Алдағы уақытқа қойған мақсаттарыңыз қандай? Қандай жарыстар күтіп тұр алда? Біз осы қаңтар айының 18 мен 24 аралығында Талдықорған қаласында 2012 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатына барып келдік. Енді алдағы мақсаттар, осы алда облыстық чемпионаттар бар, одан бөлек республикалық жарыстар бар, облыстық жарыстар бар. Соларға дайындық үстіндеміз. Одан бөлек өзіміздің осы Арқалық қаласында бокстың дамуына өзіндік үлесін қосқан марқұм Рәшит ағайымыздың турнирі бар. Байменов Рәшит Абдулхамидұлының облыстық ашық турнирі. Сол турнирге дайындаламыз. Алдағы жоспарлар. Сол турнирдің арқасында көптеген сырт жақтар біздің Арқалық қаламызды көріп, Арқалықтың дамуын көріп жатыр. Спорттың арқасында осындай қала бар екендігін білмейтіндер қаншама жас балалар. Қазір таңда сол жас балалар арқылы ғой біздің дамитынымыз, ол балалар келеді, көреді, қаланы көреді, осындай үлкен залымыз бар екен көреді. Айтқанға ешкім сенбейді. Өздерін парақшаларына салады, қайда жүргендерін. Сол арқылы біз дамимыз. Қай кезде өтеді ол жарыс? Ол жарыс Алла қаласа жоспарлап жатыр. Сәуір айының басында. Жалпы жылда сәуір айында өткіземіз. Енді оның күндері өзгеріс болады, кейде басында, кейде аяғында. Қазақ боксының болашағын қалай көресіз? Қазақ боксын өте қазіргі таңда көріп жатсыздар ғой. Әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да үлкен үздік топта жүр бокс, біздің қазақ стиль. Енді көргенде болашағы жарқын ғой, мықты. Біздің қазақ боксы әлемдік деңгейде үздік деп айтуға болады. Себебі бізде конкуренция мықты, шыны керек.
Ол барлық өңірлерде қазір таңда бокс жақсы дамыған. Қазақстан соның арқасы біздің әлемдік додаларда балалардың топ жарып жүргені. Ал егер осындай біз сияқты жаттықтырушылар жұмыс істемесе, ол әлемдік додаларда бізде Қазақстанда өзара конкуренция болмаса, әлемдік додаларды бағындыру оңай емес. Біздің былай айтқанда Қазақстан мықты болып тұр. Сонда әлемді бағындыру бізге оңайға түсіп тұр ғой. Осыдан 15 жыл алдын мысалы бала күнімізде мысалы олимпиадаларды көретін едік. Қазақтар мен кубалық боксшылар шыққан кезде мысалы сол кезде әлемде кубалық боксшылар мықты еді. Қазіргі таңда өзбек боксшылары осы қазақпен тіресетіндей өзбек боксшылар мықты. Қазір кубалық боксшыларды қатты көре бермейміз. Оның себебі не деп ойлайсыз? Себебі еңбектің арқасы ғой. Біздің бірақ себеп бар оған. Біздің қазақ спортшылары көп еңбектенген. Жаңа айтып өттім ғой, спортта ең бастысы ол таза еңбекті талап етеді деп. Кімде-кім еңбек етіп, шаршалаңда өзін жақсы көрсетеді, мықты екендігін, жеңіс соныкі. Оған басқа Куба мемлекеті андай, оларда мынандай болды деп ешнәрсе айта алмаймын. Тек біздің жігіттердің еңбегінің мықтылығын айта аламын болды. Жеке басыңызға оралайық. Өзіңіздің үлгі тұтатын спортшыңыз кім? Менің кішкентай кезімде үлгі тұтатын спортшым Бекзат Саттарханов. 21 жасында қазақтың жарқ еткен жұлдызы дейді ғой. Бір жарқылдап ағып өткен жұлдызға теңейді. Қазақ халқы 21 жыл ғана өмір сүрсе де, өзінің тарихта атын қалдырып кеткен. Сол сияқты мен де армандаймын, өзімнің атымды бір қалдырып кетсем алтын әріптермен. Және оған бір айту себебім, жалпы мен есімді әкем қойған Ағыбай деп. Әкем айтатын, сен атыңды қойып қойғаннан кейін жездесі келген екен көшер деген. Сол келіп айтты, атын қойып қойдың ба, қояйын деп едім деп. Сонда біз әкем сұрағаннан кейін кім деп қойғың келді десе, Бекзат деп қойғым келді. Себебі мен 2000 жылы дүниеге келгем. Сол жылы Бекзат Саттарханов қазақтың көк туын желбіретіп олимпиада ойынында алтынмен оралған еді. Сол себепті менің атымды Бекзат қойғысы келген екен. Бірақ шүкір, атым Бекзат болмаса да, осы бокстың айналасында жүріп, енді өзіміз Бекзаттай бола алмасақ та, сол Бекзаттай мықты шәкірттер тәрбиелесек деген үлкен арман бар. Хоббиіңіз бар ма? Бос уақытта немен айналысқан жақсы көресіз? Бос уақытымда атқа мініп серуендегенді жақсы көремін. Жалпы жылқы жануарын өте жақсы көремін. Кітап оқу, домбыра тарту, ондай қасиеттеріңіз жоқ? Көркем сөз оқу, поэзия оқу өнерім бар. Негізі жігітке жеті өнерде аз дейді ғой. Жетпіс өнерде көп емес. Сондықтан өнер шүкір бар. Оның бәрін айта беруге болмайды, тек өзінің кезінде көрсету қажет. Жастарға айтар кеңесіңіз? Жастарға айтар кеңесім осы спортпен тұрақты шұғылдану керек. Әрбір үлкен адам болу үшін ғаламда үлкен арман керек адамға. Сондықтан армандау керек, армандар орындалады. Одан бөлек тәртіпке бас иген құл болмайды дейді ғой Бауыржан Момышұлы. Сондықтан тәртіпті болу керек. Болаттай тәртіп болса, әрқашан спортта үлкен жетістіктерге жетеді. Одан кейін жаттығу қалдырмау қажет. Ағайлардың айтқанын тыңдап, әр жаттықтырушы өзінің қарамағында дайындалып жатқан баланы жақсы біледі, сезеді, оған не керектігін, сол айтқан ақылдарын, оны қате түсінбей, ұрысып жатыр демей, ақыл ретінде түсініп, сол қателіктермен жұмыс жасау қажет. Өзінің әрбір уақытын, алтын уақытын
дұрыс пайдалана білу керек, өзінің қажетіне жарату керек. Болмашы бір заттармен айналысып, алтын уақытын құртуға болмайды. Сол айтатын. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Осылай келіп, бокстың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, осы Арқалық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің бокс үйірмесін көрсетіп, бізден сұхбат алып жатқандарыңызға рахмет. Каналдарыңыз жүре берсін, дами беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.